Осыдан 3 жыл бұрын Сайын Шапағатов ауылының тұрғындары табиғи газбен ауыз су беріледі деп қуанған еді. Алайда қуаныштар ұзаққа созылмады. Елді мекенге берілген ауыз су 1 сағатқа жетер-жетпес уақыт аралығында тоқтатылған. Содан бері бірнеше жыл өтсе де жағдай дұрысталмады дейді тұрғындар. Есенгелді Сайынов ауылға алғаш көшіп келгендердің бірі. Бастапқыда бұл маңда су, тоқ, жылу болмаған. Айтуынша 2020 жылдан бастап су мен газ берілген. Әкімдіктегілер сүйінші хабар жеткізгенімен қуанышы ұзаққа созылмады. Серікбай Тұрымов келді, облыс әкімі, аудан әкімі. Сосын осы ауылдың әкімдері, ақсақалдарды жинап келді. Газды ашты, газбен бірге суды қосты. Ағызып көрсетіп болды, сонымен кетті. Сол кеткеннен мол кетті. Жоқ, су бұрын кетіп қалды әкімнен. Содан бері су жоқ. Арада 3 жыл өтті, алайда мәселенің түйіні әлі күнге дейін шешілген жоқ. Ал меншік иелері ай сайын кемінде 30-40 мың теңге суға жұмсайды. Бір қызығы ауыл тұрғындарымен өткен кездесуде аудан әкімі көпшілікті таң қалдырыпты. Сұрақ қойдым ол кісіге. Біздің 3 жыл бұрын жаңағы осы телевидениядан көрсетіп берген суларыңыз жоқ. Енді ол суды қашан берейін деп отырсыздар деп сұрақ қойғанда, ол кісінің берген жауабы, мен ол кісіден ойлап едім. Береміз шыдаң, осы айда беріп қаламыз деген жауап күтіп едім, бірақ ондай жауап болған жоқ. Керек болса телевиденияны тағы шақырып су бердік деп түсіреміз деп айтты ол кісі. Бүкіл халық естіді сол жерде отырған. Құбыр 750 миллион теңгеге жүргізілген. Бұл қаражат республикалық және жергілікті бюджеттен бөлініпті. Жалпы ұзындығы 52 шақырым. Тұрғындар құбырдың жарамсыз күйде тұрғаны алаңдататынын айтады. Ал судың жоқтығын әзірге жеке серіктестік өз мойнына алады. Жыл басында іске қосылған шағын су тұщыту станциясы күзге дейін ауыз су тапшылығын түбегейлі жоятынын жеткізді. Кәсіпорын қазіргі таңда мен оның алдында айтып өткендей 3 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең бітті, қазір 800 кубта беріп, екінші кезең осы бір аптаның ішінде 1200 кубқа жеткіземіз. Үшінші кезең ендігі айдың соңына дейін бітеді. 2600 куб болады, толық ауыл сумен қамтылады. Сайын Шапағатов ауылында шешімін таппаған мәселе көп. Тұрғындардың аялдамамен қоғамдық көлікке де көңіл толмайды. Сондай-ақ тазалыққа жауапты серіктестік қызметін тиісті деңгейде атқармайтын. Салдарынан ауыл қоқыс полигонына айналып барады деп дабыл қағады тұрғындар. Жасұлан Мұқан, Сұңғат Көнебай, Ақтау Ньюс.